Барлықтарыңа сәлем. Менің атым Аружан. Менің арнама қош келдің. Қазір мен сендермен өзімнің күнделікті макияжыммен бөлісетін боламын. Ол макияжмен универге барам, көшеге шығам. В общем, база макияж мен үшін. Егер сен менің арнамда бірінші рет болып тұрсаң, онда алдыңғы видеоларды көруге кеңес беремін. Менде лайфстайл, влог және де өзімнің кеңестеріммен бөлісемін. Отбасылық триптар бар. Соны көруге кеңес беремін. Ал біз бастаймыз. Ең алдымен мен шашымды жинап алмақшымын, потому что мешать етеді. Бетіме крем жақпасам бұрын мен қасымды тарап аламын. Соңғы кездері Астана суық болғандықтан кожаны ылғалдандыру өте маңызды. Сол себепті де бетке көп маска сондайлар жасап жүрмін. Сонда да менің кожам еще сухой кожада. Мен қасымды термегем вообще өмірімде. Сол себепті бірдеңе формасын шығарам. Соңғы рет февральда түсірдім ау менің макияжым деген сияқты. Одан бері менің макияжым өзгерді кәдімгідей. Боянуды мен әпкемнен үйренген болатын. Мен әпкем визаж істетін. Сол всегда айнаның алдына қарап, боянып тұрғанын қарап, менің не екенін сұрап алатын. Бірақ ол кезде мен өзім боянбайтын. Боянуды мен 11-ші кластың соңынан бастаған жай. Көрдіңдер ме, достар, қасты мен өстіп бастаймын да, потом соңында қайтадан жөндеп шығамын, потому что мен макияжыма байланысты өзгереді қасым. Слай. Екінші жағында дәл осылайынан тарайтын боламыз. Мен достар қасымды бояп біттім. Енді бетіме крем жағамын. Әрине бізде Double White дейтін крем. Бұл Double White'ты. Бұл Double White'ты біз бүкіл семья болып қолданамыз. Бірақ маған Nivea-ның увлажняющий крем ұнайды. Сондай күшті қылып тұрады. Сондай алу керек маған қайтадан. Потому что Double White маған онша қатты ұнай бермейді и кожамды да құртып жатқан сияқты көрінеді. Осылай жағып шығатын боламыз. И мен қазір бетіме мүлдем массаж жасап жүрген жоқпын да. Қанша ай болды уже? 2-3 ай өтіп кетті массаж жасамағаныма. И походу бетім тоқ кеткен сияқты ма, білмеймін. Жалпы мен негізі салмақ қосып алдым, шыны керек. Режимдерімді дұрыс қалпына келтірмесе болмайды. Крем жағып шықтым, бетім қызыл болып кетті. Ничего, нормально. Енді мен қасымды бояп болғандықтан қасымды боямаймын, негізін ол қазір бояғым келіп тұр. Так что давайте начнем. Менде мынандай қоңыр карандаш бар. Мынандай. 11-ші класстан бері келе жатқан. И осыны мынандай шөткімен өстіп істеп аламыз. Потом чуть-чуть нормального бояп жібереміз қасымыздың астын. Қазір маған іші пісіп отқан адамдар TikTok жіберіп жатыр. Біз полезный вещпен айналысып жатырмыз. И бұны сәл-пәл щеткалап жіберетін боламыз.
айтып тұрмын, мен негізі вообще қасымды боямайтын адаммын деп тараймын құршы. И мен қазір қасымда мынандай консилер ма, білмеймін не екенін, негізі осындайды консилер қолданып жүрмін. Бұны вообще қолданбайтын негізінде. Но жайлап уже қолданып бастап жатырмын. Бүйтсем да қастың астын бояймын осымен. Жақындата салайық тағы да. Оказывается, күшті эффект беріп тұрады екен ғой, қастың астында әппақ қылып шу. Ладно, қылды. Өзбекілерім, yes. Достар, мен көзім асты қарайып кеткен ба? Осылайынан аламыз да. Менде кішкентай щетка бар, сонымен бояп шығатын боламыз. Что мына жақтарында бояп жүрсек болады, по идее. Но мен төбесін боямайтын. Көрейікті. Не болады екен деп па? Қазір мен бұның бәрін растушевка жасап шығамын. Потом кездесеміз. Достар, көрдіңдер ме, қасым андай өзінің формасын сақтап тұр. Күшті болды. И менде мынандай BB крем, бұл бітіп жатыр. Новыйын беріп қойған. Новые мынандай. Потом арасында мен мынаны қолданамын. Әлі біткен жоқ, өткен жыл бар еді деп па. Өте күшті, мынау маған ұнайды, прям ұнайды. Но мен бұны еш жерден таба алмай қойдым. Қайдан сатады, достар, қайдан алсам болады мынандайды. Қараңдаршы. Таба алмай қойдым. Не керек. Мынау BB крем. Осылайынан жарқырап шығатын боламын әр жерге. Достар, маған тауып беріңдерші бағанағыны. Реально. Каспиге сала бәрін толыққанды жазып шығанда, но почему-то шықпайды. Басқа айдаладағы бір нелер шығып тұр. И қалған тонагын үсіп жақып шығам. Потом үсіп бастай берем. Мен сіздерге осы өзімнің макияжымды түсіремін деп жүргеніме айтайын ба қанша? Бір апта өтіп кетті. Универден келіп түсіремін деймін да, уже қараңғы батып кетеді. Сөйтіп бүгін түсіремін деп ойладым. Сағат бір күн бар кезде түсіремін деп ойладым. Но қаяқтың ұйқыдан тұрсақ уже күн батып жатады. Сол үшін де қазір қараңғы дала, но сағат бізде әлі 6:30. 4-тен бастап қараңғы болып басталады да. Түсінбей қалыңыз, өзіміз не қойғанымызды бір күнде. Beauty Blenderмен осылайынан жағып шығамын. Beauty Blender сіздерде суланып тұру керек. Но слишком ылғал болмау керек андай. Полотенцеге немесе салфеткаға бір сықып алсаңыздар болады. Сол кезде дұрыстап жағады тоналканы. Түрім трансқа ұқсап қалды ғой. Так, тоналкадан кейін менде мынандай палетка. И мынандай контуриктік несі бар. Бірақ менде мынау негізі мынау қасиет. Негізі мынаны жағып жүрген едім контурингқа. Мынау бұл бітіп қалды да, мынау одан темный мынау. И маған онша ұнамайды. Бетті жағып жүреді. И мен мынау қоңыр цветін қолданамын. Прям бетті үстем. Сол кезде көріп тұрсыздар ма? Формасы шығып тұрады менде. Но слишком в итоге болмайды да. Просто жай ғана.
арқылы просто ошол выводить этетін боламыз. Осылай. Көрдіңдер ма достар, менің рабочий стороным мына бетте негізі. Ал кішкене былайынан ұзынырақ кеткен сияқты, но екі бетінде ұнайды. Соңғы кездері мен TikTok түсіргенде мына бетімді қолданып жүрмін. Так что примите себя такими, какими вы есть. Пластикалық ота дейтін нәрсеге келетін болса, мен негізі ондайға қарсымын. Потому что бізді әрқайсымызды өзіміздің изюминкамызбен жаратқан Құдай. Бірақ мен ернімді үлкейтетін дедім деп ойлап қоямын, но білмеймін. Уақыт көрсетеді, если что. Но ернімді если үлкейтетін болсам, мен андай слишком үлкейтпесе, просто кішігірім ғана. Енді менде мұрынның контуригін тоже осымен істеймін. Формасын сіздерге көрсетейін. И достар, дәл осы оттенкті тень ретінде қолданамыз. Кейде мен өз қасымда өзім несем алғанша түсінбей кеттім. Формасы да келмей кетеді, истірігі тоже иногда. Формасы келмей қанша әр суретте истірігім әртүрлі болып шығады сол үшін. Неше түрлі лайфхактарды қараймын да ешқайсысы сенбеймін. Кім сондай? Енді достар, міне тиндер жақып болдым. Енді бізде кезекте румяна. Сол баяғы румяна лап дейтін. Менде пока что бренд косметика жоқ. Но болашақта если алып жатсам, олармен міндетті түрде түсіретін боламын. Ол кезде уже андай випский макияж болатын шығар. Барына қанағат. И румянаны тоже. Станарка мына жаққа жақтық, ой, контуринг мына жаққа жақтық, оны кішкене оның үстіне жағамыз. Румянаны мен жақсы көремін. Бетке свежесть беріп тұрады. Если достар, менің осы макияжбен боянсаңыздар, өкінбейсіздер. Комплиментке толып жүресіздер. Маған көбісі айтады, боянбасаң да әдемісің ғой деп ше, но мен боянғанды жақсы көремін. И бояну арқылы энергия аламын. Қаншалықты қатты боянған сайын соншалықты дұрыс уход керек деп ойлаймын мен өз басым. Енді мен қазір пудра істеймін, потом уже көзіме көшетін боламын, потом ерін, и все, макияж готово будет. Достар, менде пудра, мынадай пудра. И осыны бір шайқап аламыз. Шайқап алып болғаннан кейін дәл осы кисточкамен пудраны алып, кішкене оны өз-өзіне ұрып, бағанағыдай бетті істейтін боламыз. И сол контурингтің астына істейміз. Менде мында безеп шыққан ғой. Көрдіңдер ме? Достар, бетім арық қалды. Сразу растушевку салайық. Деп қалды бетім.
Енді мына бет, потом шеге. Маған негізі жылтырлап тұрғанда ұнайды. Матовый болып тұрған тоже ұнайды. Не үшін бір түрлі болып қалды десе, мен кино эффектпен түсіріп жатыр екенмін бұл видеоны. Енді көзге келді. Көзді осылайынан кірпік қайрақшпен қайырамыз. Осылайынан бірінші астын бояп аламыз. Чтобы қалың эффект беріп тұру үшін. И дальше мына жағын боямыз. Если мешать етіп жатса, бүйтіп аламыз. Көрдіңдер ме? Қандай разница бар. И дальше бой береміз. Осы бетіне мені бояп алдық қой. Достар қараңдар қандай эффект. И оны кейбір қыздар бұлай астынан бояйды екен. Мен кірпігімді кішкене бұлай қарай бояймын, чтобы стрелкама бір ыңғайлылау болу үшінші. Достар, мен тушқа ғашық болып қалдым. Білен қарандаршы. Қандай әдемі қылып тұр, иә? Бізе енді келесі кезекте стрелка. И, достар, мен тоже новыдан не алдым. Стрелка сызатын осындай. Бұл да өте керемет, андай водостойка еще дейма не дейді. И андай ақ кетпейді да бұл ша. Менің алдыңғы нем ақ кете беретін еді ғой. Мынау прям күшті екен. Түсіріп қойыңыздар, енді қолданамыз айнаны. Ничего поделать-то. Техникаларын айтайын ба? Стрелка сызудың. Мынау көз, иә? Мынау көз. Осы көздің мына ерінде бітетін жері бар. Сол жерден естіп шығарамыз. Либо мына ерден естіп. Короче, сөйтіп істейміз. Қазір мына жақтан істеп көрсететін боламыз сіздерге. Мен обычно қолыма үйтіп қолмен ұстап сызып көрмеген. Білмеймін, мынау менің стрелкам ба күнделіксіз жүрген, я не знаю. Мен қазір осы жерде сызам. Сызып болғаннан кейін сіздерге көрсетсем, короче. А то не очень шығады. Артық жерлерін сүртіп тастаймыз. Все. Енді бізде ерін қалды. Мен
мынандай эмелерди колданам, карандаштарды Каспийден бергем. Мында өте көп. Но мен будан номері 405 пен 403-ті қолданамын. 403 пен бірінші бояймын. Қай рабочий сторонам менікі? Сіздердің ойларыңызша мына бет? Әлде мына бет? Осылайым контурдан шықпай боямыз. Контурдан шықсақ, маймылдың көті сияқты қоя береміз. Енді біз аламыздан бағанағы 407 мен сыртын боямыз. Сыртын бояған кезде енді кішкене контурдан шығамыз. Кішкентай маймылдың көті болады деп. Көрдіңдер ме, достар? Деп жүресіңдер сосын. Достар, осымен біздің макияж аяқталды. Міне. Соска болып шыға келеміз осылайынан. Менің повседневный макияжым осы. Обычно мен шашымды тіктеп жүрем. Но пиралағанда әдемі көрінеді. Боянған по-любому негізі күшті. Сол үшін достар боянып жүреміз. Достар, біз қоштаспаймыз. Келесі видеода кездесеміз. Так что осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, өз ойларыңызбен қандай макияж жасайсыздар сол жайлы бөлісе кетсеңіздер болады. Маған поддержкаларыңыз өте маңызды. Және де менің инстаграм аккаунтыма тіркеліп кетсеңіздер де болады. Влогты қолға алып жатырмын деп әр видеода айта берем. Так что барлықтарыңызды жақсы көрем. Сау болыңдар.